Екінші нәрсе. Мынау әлеуметтік желіде жүр. Білетіндер каналға салсын, немесе мен де айтамын. Анау Қазақстандағы ЛГБТ-ның бір өкілі, әйел өкілі бар, тағы бір журналист бар, тикток имам бар, үшеуі сұхбат жасайды. Журналист ортада ЛГБТ мен имамды айқастырып қойып отыр. Сода жаңағы ЛГБТ-ның әйел өкілі ма, журналист па біреу айтады. Қытайда қазақтарды өстіп қинап шықты. Сол кезде сіздер үнсіз қалдыңыздар. Бүкіл дүние жүзі аттанысқа келді, Қытайға қысым салды. Сіздер сол кезде неге үнсіз қалдыңыздар? Деді. Айдаладағы Рохинджада 50 миллион мьянмар, 1 миллион Рохинджаны қырып жатыр. Сол кезде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы 6 сайты еңіреп жылап мақала жазды. Рохинджа бауырым, ой, қарагөз Рохинджа бауырым ай, туысым ай, сені Мьянмардың қырғанын ай деп еңіреді біздің молдалар. Бірақ Қытайдағы қазақтар туралы бір ауыз сөз еді. Ей, молдаларға жұмада дұға сұраңдаршы деді. Қазір солардың дұғасын еткен жоқпыз. Ана қарапайым халықтың ішінде, жыртық тонның ішіндегі әулие адамдар болады. Жыртық тонның ішінде жүрген, жоқшылықта жүрген, мүмкін ілімі де, білімі де жоқ, мүмкін ұрыс киімі де жоқ. Сондай бір дұғасы кері қайтпайтын Құдайдың сүйген құлдары болады. Солардың құлағына жетіп, солар дұға жасасыншы дедік қой. Ана имамдар айтсын дедік. Имамдар дұға жасап қабыл болады дегенге мен де сенбеймін. Сол ана жамағаттың ішінде не бір Құдайдың сүйікті құлдары бар. Солардың құлағына жетпей жатыр Қытайда қазақтардың қамалған. Біз қаншама 100 мәрте, 16, 17, 18, 19 мешітте имамдарға жамағат ретінде біздің жігіттер барып өтініш айтады. Қытайдағы бауырларға деп дұға жасашы дейді. Біреу жасаған жоқ. Бекзат Мақсұтхан Қазірет Сұлтан мешітінің бас имамына барды. Кейін мүфти болды. Дұға жасаңызшы деді. Саясатқа кірмейміз деп, Бекзатқа 2 тал құрма беріп алдап қайтарған. Міне, Бекзат құрманы жеп, зәмзәм суын ішіңіз, алып келдік қаждан. Сон зәмзәмнің суын ішіп Бекзат шарты бойынша. Дұғасын жасағанда анау дұғаға алақанын да жайған жоқ дейді. Ана имам зәмзәм суын беріп тұрған Бекзатқа дұғаға алақанын да жайған жоқ дейді. Міне. Сон жаңа ЛГБТ-ның әңгімесін айтайын. Сонда имамды сөйтіп сындады, журналисті бар жаңа ЛГБТ. Сөйтіп тикток имам айтады. Біз саясатқа кірмейміз. Ол Қытайдың ішкісі дейді. Қандай Назарбаевқа берілген тақуа адал адам. Міне. Сондықтан бұл имамдың бүкіл дәлелі, өз басымнан көрген бір дәлел, өзім өмірде көрген. Екінші, әлеуметтік желіде кезіп жүрген сол сөзі. 2. Үшіншісі, бүкіл Қазақстанның Назарбаев Тоқаевтың телеарналарының жұлдызы. Сен Назарбаев Тоқаевтың телеарналары біздің Атажұрттың бір азаматы, мен айтпашы, менің атым шуылма. Атажұрттың бір азаматын сахнаға шығарды ма? Бір аңыраған, жылаған қазақты сахнаға шығарды ма? Күйеу қамалған, өлтірген шығарды ма? Сайрагүлді шығарды ма? Қытай консулагерінен қорлық көрген қазақтың біреуін шығарды ма? Қытай консулагерінен қорлық көріп шыққан қазақ сахнада сөйлеп жатқанда эфирді тоқтатып, сахнадан қуып шыққан жоқ па? Олар бұл тақырыпты айтпайды, бірақ Назарбаев Тоқаевтың Қазақстандағы телеканалдар кімді жұлдыз жасайды? Идеологиялық орталықтан, яғни Назарбаев Тоқаевтың киембісінің идеологиялық басқару агенттігі мынаны жұлдыз жасаңдар дейді, соны жұлдыз жасайды. Сонымен тикток имамы басында тақиясы, көк тақиясы, үстінде әдемі көк шапаны бар. Сөйтіп көк экранда жұлдыз болады. Міне. Көрдіңіздер ме? Бұның барлығы неден? Дін саласындағылардың бетбеделі халықтың алдында түсіп кетті. Дін саласындағы адамдардың бетбеделі халықтың алдында түсіп кетті. Қаңтардың кезінде олардың қай жақта екенін халық білді. Арыстағы жарылыс, қазақтың басына төнген бәленбай апат, ереуілдер кезінде олардың қай жақта екенін білді. Халық бір нәрсеге наразы болып жиналса, мұхтарам жамағат деп әкімдер шауып барып имамдарды құлағынан ұстап жетектеп алып келеді. Әгі бір жаңағы жетектеп алып келеді. Ал енді былай сөйле дейді, сосын мұхтарам жамағат сәбір қылайық дейді. Саясатқа кірмейтін имамдарының сыйқосы. Енді осы абыройлар айрандай төгілген осы адамдардың базар тарағаннан кейін халықты тағы да бір басқа бір образда, бір еркін ойлы аталмыш, тырнақша ішінде еркін ойлы, азат ойлы, жаңағы абырой төгілген имамдардың көтенінен тебетін, жамбастан тебетін, халықтың нәпсісіне жағатын сөздерді айтатын бір қолдан бір герой имам жасау керек болып тұрды. Ана халықты сол арқылы қайтадан дінге алып келу керек. Қай дінге? Құдайдың ақиқат дінге ме? Жоқ, Назарбаев Тоқаевтың қолайына жағатын тырнақша ішіндегі дінге. Ал міне, қолдан жасалған тағы бір
тұлғаны сіздерге айт. Әміржан Қосанов, саяси саладағы маймыл. Айдос Сарым, саясаттағы, әлеуметтік желідегі, идеологиядағы маймыл. Расул Жұман, Дос Көшін бәрі сол. Адвокат, қорғаушылардан қандай маймылдар жасады? Абзал Құспан, Айман Омарова. Ойбай, медсестраны зорлапты қаңтар көтерушілер. Кезектесіп зорлапты дейтін сұмырайлар, осылар. Қолдан. Енді қандай? Қолдан бір ұлтшыл белсенділер жасайды. Әлгі ұлтшыл белсенділер қайтеді? Ана пәленшенің, жаңағы, түгеншенің бір сотына қатысып жүреді. Бірақ қайтеді? Олар былай қарасаң бір ұлттық тақырыпты көтеріп жүрген сияқты болады. Сосын айдалада жатқан өз өмірінде көрмеген, не зәбірін көрмеген Әбілязов оңбаған деп тоқтайды. Әбілязов оңбаған болса, Қырапұтты неге оңбаған деп айтпайсың? Әбілязов ақша ұрлады дейді. Қырапұтты одан да көп ұрлады. Ана Атыраудың әкімі қашып кетті, Мусин қашып кетті, Алматының әкімі болған Байбек қашып кетті, оны неге боқтамайсың? Назарбаевтың әулеті бүкіл дүние жүзі жазып қойды. Бүкіл дүние жазып қойды. Бүкіл дүние жүзі Назарбаевтың қыздары, ұлдары, күйеу баласының шетелдегі Бахама аралда, Виргин аралында офшорлық есеп-шоттағы ақшасын жазып қойды. Бүкіл дүние ағылшын тілінде тұр. Оны неге боқтамайсың? Ұрының үлкені, шпионның үлкені Ақордада отыр ғой. Серікжан арандатушы, Серікжанның шпион дейді. Шпионның жетекесі Ақордада отыр. Қытайдың да шпионы, Путиннің да, орыстың да шпионы сонда отыр. Оны айтпайды. Айдаладағы Әбілязовты, айдаладағы Серікжанды отыр. Енді осы активистер, кәдімгі ұлтым, қазағым, ойбай ана пәленшені соттағалы жатыр, құтқарайық. Түгенше жерде қазақтарға да азғандай бір диаспора тиісіп қойып, қазақтың мүддесін қорғайық деп ұлтшыл болып жүр. Олар кімдер? Олар да маймылдар. Маймылдар. Қазақты бір диаспораның өкілі, саны 100 мың ба, 200 мың ба, азғантай диаспора қазақты қырып жатыр екен, жойып жатыр екен. Соны қазақтан солар құтқармақшы екен. Ана қағылтыр кеудені айғайлап жүрген Facebook батырлар құтқармақшы екен, Instagram батырлар, TikTok батырлар. Қазақтың 15 мың армиясы қайда? Ана 40 мың қарулы полициясы қайда? Белсенділердің біреусі ереуілге шығып қояды деп үйінің айналасында 10 машинамен күзетіп тұратын, әр машинеде 4-тен тұрған қарулы жігіттері қайда? Үкіметтің, мемлекеттің амандығын қорғайтындары пенсияда демалып жатып, анау бір диаспораның өкілі қазаққа тиісіп қойса айғайлап шулап, сойыл алып қолдарына күріз алып, қазақты қорғайтын сендер кімсіңдер? Қазақты қорғау мемлекеттің қызметі еді ғой. Олар қайтеді? Қазақты арандатады. Олар қайтеді? Өздерін герой қолдан жасамақ. Әне біреуді сотта қалып жатыр екен, құтқарайық дейді. Бірақ Серікжан мен Әбілязовты көргенде енді атып тастарға оқтары жоқ. Мен не істедім? Алғалы жатқан қатынын тартып алып кетіппін ба? Не істеппін? Жоқ, биліктің тапсырмасы. Бүкіл нәрседе қолдан жасайды. Мынау шайтандық жүйе, советтік шайтандық жүйе қолдан жасайды бәрін. Құдай өзі өсіріп бір ағашты өсіріп тұрса, оны шауып тастап, орнына қолдан ағаш егеді. Оның өзін майыстырып қиыстырып өсіреді. Оның өзін өстеген бағытын өсіреді.